Қазіргі таңда Ақмола облысында тарихи ескерткіштер зерттелуде, дегенмен де әлі атқарылатын жұмыстар көп. Мысалға, біздің осы Ақмола облысының ескерткіштері, материалдық ескерткіштер өте жақсы зерттелген, бірақ сонымен қатар материалды емес ескерткіштерді зерттеу керек екенін ұмытпау керекпіз. Мысалға, материалдық ескерткіштер ретінде біз археологиялық зерттеулер барысында табылған артефактілер немесе көне архитектура ескерткіштері болса, мазарлар болса, ал материалды емес ескерткіштер бұл шежірелер, фольклорлық деректер, жазбаша деректер, халық аузында жиналған аңыз әңгімелер, осылардың барлығын хатқа түсіріп зерттеу керек болып отыр. Яғни оларды жинап, сұрыптап, біріктеп, және оларды зерттеп және жариялау аса маңызды. Сонымен қатар, осы бүгінгі өткен айтулы шарада мен құлпытастар жайлы сөз қозғадым. Шынында да қазақ құлпытастары Қазақстан бойынша мейлінше аз зерттелген тақырыптардың бірі, ал бұл өте перспективалы тақырып ғылыми жағынан қарағанда. Бұл әлі тың, целина, бұны көп зерттеу керек, мамандар тарту керек. Атап айтқанда, Көкшетау қаласында ескі зират бар. Науан Хазірет жерленген зиратта осы Науан Хазіреттің құлпытасы ғана зерттелді, аударылды, ал қалған құлпытастар мүлде аударылған жоқ, зерттелген жоқ, зерттеушілердің назарына алынған жоқ. Осы бағытта жұмыс істеу керек деп ойлаймын.